Денсаулық адамның ең үлкен байлығы. Алтын сарайың болса да, денің сау болмаса, бәрі бос. Ауырып ем іздегенше, ауырмайтын жол ізде. Алдын алған ауру оңай, емделген ауру қиын. Саламатты өмір салты, ұзақ әрі бақытты ғұмырдың кепілі. Тән саулығы жан тыныштығының айнасы. Денің ауырса, көңілің де көтеріле алмайды. Таза ауа, дұрыс тамақ, ұйқы мен қозғалыс денсаулықтың 4 тағаны. Денсаулық таңмен бірге тұрып, табиғатпен үндесіп өмір сүру. Ауруды жасырған өліммен дос болғанмен тең. Саулық адамға берілген құнсыз байлық. Оны тек жоғалтқанда бағалаймыз. Әрбір ішкен асың не у, не шипа, таңдау өз қолыңда. Дәрігер тек емдейді, ал аурудың алдын алу адамның өз жауапкершілігі. Ұйқы дененің табиғи дәрісі. Уақытылы ұйықтамау өзіне жасалған қастық. Бір күндік күтім 1 жылдық дерттің алдын алады. Әр таңда сергек ояну кешегі таңдаудың жемісі. 1 сағаттық серуен 100 дәрінің пайдасымен тең. Денеңмен сөйлесуді үйрен, ол саған үнсіз ескерту береді. Аурудан қорықпа, немқұрайлықтан қорық. Қозғалыс тоқтаса, өмір тоқтайды. Жүйкеңді тоздырма, оның салдары денеге түседі. Көңілді жүрек кез келген ауруға қарсы қорған. Амандықта қадір жоқ, алдырған күні білерсің. Денсаулықта қадір жоқ, ауырған күні білерсің. Қолда бар жақсының қадірі жоқ, айрылған күні білерсің. Саулығымды сақтаймын десең, аз же, бірақ уақытылы же. Сау адам біреудің жарасы ауырып отырғанын білмейді. Ешқашан, ешбір жағдайда өзіңнің дандайсуыңа, менмендікке салынуыңа жол берме. Егер қайсы бір ауруға қарсы тым көп ем белгіленсе, бұл аурудың жазылмастығын білдіреді. Егер ұзақ өмір сүргің келсе, онда ұнтақталған грек жаңғағы аралас балды үзбей жей бер. Біздің жеген тамағымыз бізге пайдалы дәрі, ал дәрі тамағымыз болу керек. Тегін емдеме, тегін емдесе дәрігердің, тегін емделсе науқастың қадірі кетеді. Сақтауға қажет бір асыл болса, алдымен жүрегіңді сақта. Өйткені өмір бастауы сол жүрек. Дені сау болудың жалғыз жолы жегің келмейтінді жеу, ішкің келмейтінді ішу, сонымен қоса істегің келмейтінді істеу. Саулық тілесең көп жеме. Сауыңда жүрмесең, ауырғанда әуре болуыңа тура келеді. Салауатты өмір сүру тек тән саулығында ғана емес, жан саулығына да байланысты. Кішкене кезден денсаулыққа қатты көңіл бөл. Тамақты артық жеуден
көп ауру пайда болады. Асқазан бір-ақ рет істейтін зат емес. Саулықтың қадірін ауырғанда білетініміз сияқты, жақсылықты жамандық арқылы да, дем алуды шаршау арқылы да білеміз. Денені сау ұстау парыз, әйтпесе біз өз ойымызды мықты әрі таза ұстай алмаймыз. Дені сау адамның үміті бар адамда бәрі бар. Әлемдегі барлық ақша сізді денсаулығыңызға қайтара алмайды. Денсаулық бұл өмірдің барлық мүмкіндіктерінен ләззат алуға мүмкіндік береді. Есіңізде болсын, біз сау болсақ та өмір бойы денемізге күтім жасауды жалғастыруымыз керек. Біздің ұйқымыз сау болуы керек, қалғандары жалғыз келеді. Таңертеңгі асты тастама, кешкі асқа қарама. Жан ауырса, тән азады, қайғы басса, жан азады. Тазалық саулық негізі, саулық байлық негізі. Бас аманда мал тәтті, бас ауырса, жан тәтті. Дос жаран ауырып қалғанда, елемей селсоқ жүрерсің, әлекке ауру салғанда, қадірін жанның білерсің. Қомағай болдым дегенше, қорадан шықпай өлдім де. Біз денсаулықтың қадірін жоғалтқан кезде ғана есімізде сақтаймыз. Осы сәтте біз бұдан артық құндылық жоқ екенін көреміз. Денесі жарамды, жаны тыныш. Бұл заттарды сатып алуға болмайды. Оларды табу керек. Жақсы әзіл жанның саулығы, қайғы улану. Сіз өзіңізді қаншалықты көп білсеңіз, соғұрлым сіздің ойыңызда тыныштық болады, және сіздің денсаулығыңыз мықты болады. Деніміз сау болғанда бізге ештеңе кедергі бола алмайды. Біз алда тұрған барлық қиындықтарды жеңуге әлдеқайда ынталы боламыз. Өмір сүру үшін тамақтан, жеу үшін өмір сүрме. Емдеуге қарағанда алдын алу жақсы. Егер сіз денсаулықты қымбат деп ойласаңыз, ауруды байқап көріңіз. Өз денеңізге күтім жасаңыз және оны жақсы көріңіз. Бұл сіз иелік ететін ең керемет нәрсе. Бүгін сіздің денсаулығыңыз үшін уақыттың болмауы, ертеңгі уақытыңыз үшін денсаулықтың болмауы. Аяқ қолдың қадірін ақсағанда білерсің, 30 тістің қадірін қақсағанда білерсің, қызыл тілдің қадірін тоқтағанда білерсің. Ішің ауырса, аузыңды тый, көзің ауырса, қолыңды тый. Ауырып ем іздегенше, ауырмайтын жол ізде. Дауды елемеген төлейді, ауруды елемеген өледі. Жаны ашымастың қасында басың ауырмасын. Қотырды қаси берсең қаны шығар, киізді қаға берсең шаңы шығар. Жаста ақыл аз, ал кәріде денсаулық. Ауруын жасырған өліммен ойнайды.
Ашу бар жерде ауру бар. Ауру адамға бал да тәтті емес, ауырмаған тасты да жейді. Ауру кісі күлкі сүймес, ауыр жүкті жылқы сүймес. Адам әр нәрсенің бағасын басынан өткізген кезде ғана біледі. Денсаулық адам өміріндегі ең жоғары бағалы дүние. Өмірдің шаттығы мен қызығы денсаулыққа байланысты. Менің алдыма қойған мақсатым көп. Оған жету үшін үнемі күресу керек. Күресу үшін денсаулық керек. Қолда бар алтынның қадірі жоқ демекші, денсаулықты барында бағалай білмеген адамдар басына дерт салмақ салғанда ғана денсаулықтың, өмірдің құнын ұғынады. Каналыма тіркеліп, жақындарыңызға жіберуді ұмытпаңыз. Комментарийға денсаулық жөнінде білетініңізді бөлісіп жазып қалдырыңыз.